сұрап отқан Бесағаш ауылының су тапшылығы, оның шешімін айттым ғой. Бізде бүгін үлкен бағдарлама басталған, оңтүстік юг бағдарламасы дейміз. Өткен жылы бастадық. Үлкен жоба, 5 миллиардқа дейін жуық қаражат керек. Бүгінгі күнде жарты қаражаты бөлінген, сол жұмыстар атқарылып жатыр. Мына жаңа Бесағаш дейтін болсақ, мына жерде бізде үлкен трасса өтіп жатыр. Югтың жоғарғы жағы түгел. Осы ауылдардың барлығы жаңа Бесағаш ауылының картасын алғызатын түгел. Енді ол жердегі ескі Кеңес одағынан қалған су жүйелері 5000-ға жуық халыққа арналған. Енді өзіңіз есептеңіз, бүгін ол жүйемен 25 000 адам су алып отыр. Әрине ол несі қабілеті жетпейді, мощности жетпейді ол. Сол себепте мына жобаны бастадық. Полностью барлығы осы жыл бітіріп аяқтасақ, жылдың соңына дейін бітірсек, қаражат толық болса, халыққа уже береміз. Қазірде оның дополнительный шешімдерін тауып, дополнительный біз құбырлар жүргізіп, халықты сумен қалдырмай. Кейбір жерлерде бар, графикпен беріп отырмыз суды. Енді ол уақытша қиыншылықтар қазір. Қанша мың адам сумен қамтамасыз етеді болашақта су резерваты? Бұл жоба 25 000 халыққа дейін бекітілген. Бүгінгі күнде төменгі жағында бізде басқа жобамен су беріп жатыр, алдыңғы жобамен. Осы Бесағаштың ауылының өзі бүгінгі күнде 50 000-нан асып тұрса, қазір көріп жатсыздар ғой, көп қабатты үйлер соғып жатыр. Сол запасымен алып біз қазір су құбырларын жүргізіп жатырмыз.